Жұмыртқа қуырып жемеңіздер. Оның орнына өте пайдалы әрі бар болғаны 15 минутта дайын болатын таңғы асты ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және дәмін бір татқан соң әрдайым осылай жасайтын боласыздар ғой. Бізге бар болғаны 5 жұмыртқа, 300 грамм сүт қажет болады. Тараздарыңыз болса өлшеп алыңыздар, болмаса осындай видеодағыдай кесені толтырмай құйып аласыздар ғой сүттеріңізді, тамақ кесенің. Татымына қарай тұз бұрышын қосасыздар. Зелінде жақсы көрсеңіздер, зелінде турап қосып жіберсеңіздер болады. Дайын болған массаны бос кесеге құямыздағыны газға жөнелтеміз. Қыздарки, осындай мұздай суды кастрөлдерге құйып аласыздар дағыны, жаңағы кесені салып, бетін жауып, астын жағасыздар ғой. Қатты болып тұра берсін оттарыңыздың асты. Мінеки 15 минут вуаля дайын болады. Дайын болған жұмыртқамыздың жан-жағын лопаткамен түртуді ұмытпаңыздар, әйтпесем алынуы қиындау болады. Осылай тарелкаға төңкересіздер дағыны, кесесіздер пышақпен дайын. Егер қалауларыңыз бойынша жанына сыр қоссаңыздар да болады. Мен помидор мен огурцы ғана қостым, және тушенкамен жесеңіздер де керемет үйлеседі.